Менің аты жөнім Мақанай Бақытгүл. 1969 жылы туылғанмын. Қазақстан азаматшасымын. Менің арыздану себебім Құмыл аймағы Арөтөрік ауданы Нәріңкір қазақ ауылында ағам Бақытқан Мақанайұлы 1967 жыл туылған. Қасындағы жолдасы Пәтеш Кітанқызы 1974 жылы 4 айдың 5 күні туылған. Сұңчаң ашқанасында жұмыс істейді. Бердіқан бауырым Мақанайұлы 1987 жыл туылған. Қазақстанға келіп, медреседен оқып қайтқан. О жаққа барғаннан кейін молдалық жұмыс атқарған жоқ. 2017 жылы 7 ай кезінде кетті деп естідік. Нақтылы күні бүгінге дейін әлі хабар ошар жоқ. Қызырбек Дәуітұлы 1982 жылы туылған, аздап молдалықтан сауаты бар. О баладан да күні бүгінге дейін хабар жоқ. Жалпы осы туыс-туған аға жеңгелерім со қоныс лагерінде деп естідім. Осы атажұрт еріктілерінен сұранатыным осы кісілерден жақыннан жәрдем етіп, осы аға жеңге туыс-туғанымның со қоныс лагерге кеткен жалпы туыстың өз үйлеріне оралуын үміт етемін. Алланың ризалығы үшін осыған жақыннан жәрдем еткен кісілерге рахмет.